Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Зәйтүн майының емдік қасиетіне баға беру өте қиын. Гректер оны өмір, денсаулық, береке ағашы деп бекер айтпаса керекті. Біздің халықта да сүйек алтын деген атпен танымал май ежелгі заманнан бастап медицинада, дене, шаш күтімінде, ас даярлауда және күнделікті тұрмыста кеңінен қолданып келе жатыр. Зәйтүнді пайдалы ететін оның моно қанықпаған майлары. Оны тағамда, қуырғанда, табиғи күйінде де қорықпай пайдалануға болады. Сіздің ағзаңыз өзіне керектіні алып, артығын қабылдамайды. Алайда, зәйтүн майының майлы әрі көп калориялы тағам екенін ұмытпаңыз. Оны диета кезінде абайлап пайдаланған жөн. Зәйтүн майын тұрақты түрде пайдалану ас қорыту жүйесін қалыпқа түсіріп, холестерин дәрежесін төмендетіп, жүрек, қан тамыр ауруларын алдын алады. Зәйтүн майының тағы да бір тамаша қасиеті қатерлі ісік ауруына душар болу қаупін сейілтетіндігінде, және мұның бәрі де ғылыми түрде дәлелденген. Диабет ауру емдеудегі зәйтүн майының ерекшелігін айтпай кетуге болмайды. Соңғы зерттеулер бұл майдың диабетті қадағалап тұра алатындығын көрсетті. Сондай-ақ күн сайын аш қарынға қабылдайтын бір қасық зәйтүн майы иммунитетіңізді күшейтуге, артық салмақтан арылуға және ас қорыту мәселелерін шешуге көмектеседі. Зәйтүн майы қырынуға арналған кремнің орнына қолдануға болады. Теріңізді қырып қана қоймай, сондай-ақ ісініп қызарудан сақтайды және ылғалдандырады. Денеңізге зәйтүн майын жағып көріңіз. Ол теріңізді нәрлендіріп, әдемі алтын түстес рең сыйлайды. Шашыңыз құрғақ болып, бас теріңіз қабықтанса, зәйтүн майын қолданып, шашқа арналған кондиционер дайындауға болады. Ол үшін жарты кесе ысытылған майды шашыңызға жағып, басыңызға арнайы телпек тағып, оның үстіне сүлгі орап, сол күйінде 45 минут отыруыңыз қажет. Уақыт өткен соң шашыңызды сабын сумен жақсылап жуу керек. Бұл әдіс шашыңыздың әдемілігін қайтару үшін өте тиімді. Зәйтүн майының танымал сорттары олив ойл, вирджин және экстра вирджин. Экстра вирджин ең жоғары сапалы май, және ол ең қымбат саналады. Мұнда зәйтүннің таза шырыны бар. Оны дайын тағамдарға пайдалану керек. Олив ойл қуыруға немесе терме өңдеулерге дұрыс келеді. Вирджин осы аталғандардың барлығы үшін жарамды. Зәйтүн майы терме өңдеуге жарамды болғанымен, күйдіріп жібермеуге тырысыңыз. Өте жоғары температурада емдік қасиеттерін жоғалтып алады. Табада бірдеңе қуырмақ болсаңыз, оның технологиясы басқа майлардан басқаша болады. Егер тағамды қатты отта пісіруді әдетке айналдырсаңыз, зәйтүнді емес, басқа майларды пайдаланғаныңыз абзал. Бірнеше литр майды бірден сатып алуға асықпаңыз. Егер оны 3-4 айда тауысып бітірмесеңіз, май өзінің пайдалы қасиеттерінің 40% жоғалтып алады. Зәйтүн майын қышқылданып кетпеу үшін салқын жерде сақтаңыз. Майды тоңазытқышта сақтағанда тұнба пайда болуы мүмкін. Мұндайда оны тастауға асықпаңыз. Жылы жерге шыққаннан кейін тұнба еріп кетеді. Не нәрсені қолдансаңыз да, денсаулығыңызды жақсарту өз қолыңызда. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Пайдаңызға жарасын.